Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай ерекше тағам дайындайтын боламыз. Өте дәмді, ерекше оңай дайындалатын тағам. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін таза ыдысымызға ұнды саламыз. Үстінен тұз салып жақсылап араластырамыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды құямыз. Және де су құйып аламыз. Бөлме температурасында тұрған. Жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Достар, менің арнамнан неше түрлі дәмді тағамдардың сәтті шығатын рецепттерін таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Міндетті түрде сұрағыңызға жауап алатын боласыз. Неке қамырымыз осындай болып шықты, пакетке салып 20-30 минутқа қалдырамыз. Енді мен бұл тағамға тауық етін пайдаландым. Сіздер кәдімгі етті де пайдалана берсеңіздер болады. Осылай ұсақтап, кубиктап турап шығамыз. Етті пайдалансаңыз да, тауықты пайдалансаңыз да 100% езіліп пісетін болады. Сондықтан қалаған етіңізді қолдана беруге болады. Туралған етімізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді 2 дана картопымызды алып, оны да кубиктап тураймыз. Неге осылай жақсылап барлығын турап алдық. Ыдысымызға саламыз. Енді 1 пияз аламыз, жарты қызанақты алып, оны да ұсақтап турап шығамыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Енді қалауыңыз бойынша болгар бұрышын қоссаңыз болады. Бұл міндетті емес. Мен мұздатылған түрін қостым. Ыдысымыз кішкентай болғандықтан үлкендеу ыдысқа салып алдым. Үстінен майдалап туралған сарымсақ, тұз, бұрыш, паприка және де орегано кептірілген шөбін қостым. Кинзаны майдалап салдым. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша специяларды қоссаңыздар болады. Барлық дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Енді қамырымызды аламыз да осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Бізде бұл қамырдан 2 дана осындай горшоктағы тағам шығатын болады. Астыңғы бөлігіне және үстіне осылай қамыр қалдырып қоямыз да 2 қамырымызды домалақтап алып жаямыз. Видеода көрсетілгендей етіп, оқтаудың көмегімен шұқалап жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алғаннан соң кесені алып, соған лайықты кесемізді алып, қамырымызды соның ішіне саламыз да, жаңағы салмаларымызды ішіне салып шығатын боламыз. Салманың суы көп болып кетпеу қажет, көп болып кетсе су ағып кетеді. Сондықтан суын тартып барып, суын сығып барып ішіне салуға кеңес беремін. Әйтпесем, суының бәрі сыртқа ағып кетуі мүмкін. Осылай барлығын салып аламыз. Бетіне кішкене сармай қосып жіберсеңіздер болады. Және де видеода көрсетілгендей етіп, астыңғы бөлігін осылай жинаймыз. Барлық астыңғы бөлігін осылай жасап шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді астына пайдалану үшін домалақ етіп қамыр жаятын боламыз. Домалақ етіп жайып алғаннан соң судың көмегімен су жағып кішкене осы қамырымызды үстіне қоятын боламыз. Сол кезде асты бір тегіс болып әдемі көрінеді. Су жағамыз да қамырымыздың астына да су жағып үстіне қоямыз. Артық бөлігін осылай алып тастасаңыз болады.
Енді жаңа қалған қамырдың көмегімен қақпақтың формасын келтіріп жасаймыз. Осы қалған қамырымызды алып, ұзынша етіп жаямыз да 3-4 бөлікке бөлеміз. Осылай 3-4 бөлікке бөлеміз, 2 бөлігін пайдаланатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қолдың көмегімен ұзартып шығамыз, домалақтап. Екеуін пайдаланамыз. Екіншісінде осылай ұзартып алдық. Енді бір басын қысып тұрып, осылай айқастырып ораймыз, жіп тәрізді етіп. Және қақпақтың формасына келтіріп, тағамымыздың үстіне орналастырып шығамыз. Енді қалған кішкене қамырмен қақпақтың ұстайтын жерін жасаймыз. Мінекей осымен біздің өте дәмді тағамымыз дайын. Мясо в горшочке, жаркое в горшочке деп те атайды. Атаулары көп. Сіз өзіңізге қайсы ыңғайлы, солай атасаңыз болады. Жұмыртқаның сарысын жағамыз әдемілік үшін. Енді 180-200 градуста 45-60 минут аралығында пешіңізге байланысты пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Етті, картопты бөлек қуырып алудың қажеті жоқ. Осы пештің ішінде жұмсақ болып езіліп пісіп шығады. Оңай жасалады, әрі түрі өте әдемі болып көрінеді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес береміз. Сізге ұнайтыны сөзсіз. Қонақ шақырғанда да осылай жасап, алдын ала дайындап қойсаңыз да болады. Мінекей сіздерге кесіп көрсетейін. Сырты жұмсақ болып тұр, үгітіліп. Қақпағын ашқан кезде осындай әп-әдемі тамақ шығады ішінен. Езіліп піскен барлығы, етіне дейін, картопына дейін, дәмі де ерекше болып шықты. Мен тағы да жасайтын боламын, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойуды ұмытпаңыз. Осындай ерекше рецепттер, тегін мастер-класстар, оңай рецепттер шыққанда алғашқы болып көретін боласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Мадина.